Бізде мектепте мынандай жағдай көп кездеседі. Мысалға, күнделіктен кеткен баланы шығардық, бірақ та ол бала бізде жыл бойы журналымызда тұрады. Пән бойынша кез келген журналды ашсаңыз, ол бала тұрады мысалға. Соны қалай біз кетіреміз? Ол үшін бүйтесіздер. Жұмыс үстелі, оқушылардың тізімі шығады, сол жағында сыныпта болды деген батырманы басасыздар. Міне, мысалға, бізге Бекназаров Бауыржан деген баланы журналдан алып тастау керек. Сол баланың ручкасын басасыздар. Бұл жерде көшу ашылды. Енді мектеп мүшеліктің аяқталу деген жерде ең соңғы қатардағысын басасыздар да. Мысалы, бұл бала негізі тамыздың 1-і кеткен бала 2020 жылы. Бірақ та бұны 19-ы шығарған мысалға. Сондықтан ол бізде журналда қалып тұр. Сондықтан мына жерге сол баланың кеткен уақытымен жазасыздар. Мысалы 08-і 01-і. Яғни августтың 1-і кетті деп жазамыз, сақтайсыздар. Болды. Енді бұл бала сіздерде журналдан шықпайды.